Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Менің аты жөнім Мұраталиева Айнұр Сайлаубайқызы. Мен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі біздің онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Ендеше сабағымызды бастайық. Балалар, экранда не көріп тұрсыздар? Бұл суреттер сіздерге қандай ой туғызады? Ойланайық. Берілген сандардың бірін таңдап, сұраққа жауап беріңіз. Қазір сіздер 1 немесе 2 деген санды таңдаңыздар. Таңдаған болсаңыздар, 1 сан таңдаған оқушылар, еліміз үшін сандық технологияның маңызы қандай? Ал 2 сан таңдаған оқушылар, ауыл мен қала арасында сандық технологияны қолдануда айырмашылықтар бар ма? Деген сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Балалар, біз сіздермен бірге суреттер көрдік, сұрақтарға жауап бердік. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қандай болмақ? Дұрыс айтасыздар, балалар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сандық технология. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге жалпы сандық технология дегеніміз не? Бүгінгі күні Қазақстанда сандық технология қалай дамып жатыр? Және оның болашағы қандай? Деген сұрақтарға жауап табуға тырысамыз. Түрлі тапсырмалар орындап, белсенділік танытамыз, пікір алмасамыз. Олай болса, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Мәтінмен таныспастан бұрын, біз сіздермен бірге сөздікпен танысайық. Сонымен, мен сіздерге сөздіктерді оқимын, сіздер қайталап отырыңыздар. Сандық технология, цифровая технология, қолжетімді, доступный, сымсыз, беспроводной, желілік, сетевой, кең жолақты, широкополосный. Жаңа сөздерді меңгерген болсаңыздар, мәтінмен жұмыс жүргізейік. Бүгін сабақта тыңдалым және айтылым дағдысы бойынша жұмыс жүргіземіз. Сіздер мәтінді мұқият тыңдап, келесі сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Сонымен мәтінді мұқият тыңдаймыз. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өз жолдауында біз сандық технологияны қолдану арқылы жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз деп болашаққа айқын бағдар берген. Ол үшін арнайы цифрлық Қазақстан бағдарламасы әзірленді. Бұл бағдарламаның басты мақсаты халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, яғни тұрғындардың кең жолақты ғаламторға қолжетімділігін қамтамасыз ету, қоғамның сандық сауаттылығын арттыру және электронды үкіметті одан әрі дамыту. Сандық технологиялар біріншіден экономиканың дамуына, қызмет көрсету деңгейін арттыруға септігін тигізеді. Екіншіден, қарапайым тұрғындар сандық технологияларды мейлінше меңгерсе, қажетті ақпаратқа қол жеткізеді. Үкіметпен байланыс орнату жағдайында ілгерілеушіліктер орын алады. Үшіншіден, ақпаратпен алмасады. Қарапайым ғана мысал, сымсыз ұялы телефондар, желілік телеарналар, осындай іс-әрекеттердің жемісі. Цифрлық Қазақстан тек IT саласын ғана емес, қоғамдағы өзге де салаларды дамытуға бағытталған.
Аталған бағдарламаны жүзеге асыру арқылы көптеген әлеуметтік мәселелердің оң шешімін табуға болады. Сонымен балалар, мәтін бойынша сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Сұрақтарымыз келесі. Сандық технологияның болашағы қандай деп ойлайсыздар? Цифрлық Қазақстан бағдарламасының мақсаты не? Келесі сұрағымыз, сандық технологияның қоғамды дамытуда қандай әсері бар? Және соңғы сұрағымыз, мектептеріңізде сандық технологияға негізделген пәндер, зертханалар, оқу кабинеттері бар ма? Кәнеки, ойланып, белсенділік танытып, осы сұрақтарға жауап берейік. Жақсы балалар, мен сіздерді сұрақтарға нәтижелі жауап берді деп ойлаймын. Сіздер белсенділік танытып отырсыздар. Келесі тапсырмамыз. Мәтіндерге салыстырмалы талдау жасаңыздар. Сіздерге 2 мәтін беріледі. Мәтін алды сұрақтармен таныс болыңыздар. Мәтіндердегі негізгі ойды анықтаңыз. Келесі сұрақ, 2 мәтінде ортақ ой бар ма? Мәтіндерде деректі ақпараттар бар ма? Және мәтіндердегі негізгі ойға өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Балалар, мәтіндермен танысып, берілген сұрақтарға жауап беруге тырысыңыздар. Сонымен А мәтіні. Ауылда толықтай ғаламторға қосу үшін не істеу қажет? Бүкіл әлемдік желіде жұмыс істеп жатқан Казсатнет компаниясының мамандарының мәлімдеуінше, ғаламтор желісінің сапасын жақсарту үшін талшықты желі қажет. Алайда, елімізде ондай талшықты желілер тартылмаған. Тіпті компания қызметкерлерінің мәлімдеуінше, аталған желі ауылдарды айтпаған күннің өзінде кейбір шағын аудандарда да тартылмаған. Бұл А мәтіні балалар. Енді Ә мәтініне көшейік. Ең алдымен байланыс жолға қойылуы тиіс. Мәселен, жоғарыда бір хабар айтылды делік. Сол хабар елдің бар аймағында бірақ сәтте таралып, барлық адам білуі тиіс. Бір жерде қауіпті мал ауруы шықса, басқа жақ соны бірден естіп, соны пайдаға асыруы керек. Яғни, жоғарыдан төменге дейін жүйелілік болуы қажет. Еліміздегі мемлекеттік жүйе кәдімгі адамның мүшесіндей қызмет етуі керек. Бастан шыққан хабар төмендегі табанға дейін дереу жетуі тиіс. Мінекей балалар, біз сіздермен 2 мәтінмен танысып, мына сұрақтарға жауап беруге тырысайық. Сонымен сұрақтарымызға оралайық. Мәтіндердегі негізгі ойды анықтаңыз. 2 мәтінде ортақ ой бар ма? Мәтіндерде деректі ақпарат бар ма? Және мәтіндердегі негізгі ойға өз көзқарасыңызды білдіріңіз. Балалар, сіздер белсенділік танытып, берілген сұрақтарға өз ойларыңызды білдірдіңіздер деген сенімдемін. Олай болса, мен сіздермен бірге сабақты аяқтай келе, кері байланыс өткізгім келіп отыр. Қазір біз сіздермен бірге социометрия деген ойын ойнаймыз.
Бүгінгі сабақты қанша пайызға түсіндіңіз? Өзіңізге тиісті санды таңдаңыз. Санды таңдаған болсаңыз, мына сұрақтарға жауап беріңіз. Бүгінгі сабақтың басты мәселесі не болды? Бүгін қандай білім мен тәжірибе алдыңыз? Сабақ сізге қандай әсер қалдырды? Сабақта меңгерген жаңа сөздерді қайталаңыз. Осы тапсырманы орындай отырып, өздеріңіз бүгін қандай нәтижеге жеттіңіздер, балалар? Соны байқайсыздар. Сабақты меңгерген болсаңыздар, үйге тапсырма алайық. Сіздерге 3 тапсырма беріледі. Өздеріңізге қолжетімді және ұнайтын тапсырманы таңдап, орындауларыңызға болады. Тапсырмаларды орындап, пән мұғалімдеріңізбен байланысып, тапсырманы тексеруге мүмкіндіктеріңіз бар. Кәнекей, үй тапсырмасына назар аударайық. Бірінші тапсырма – сандық технология дамудың негізі. Тақырыбына эссе жазу. Эссе, балалар, көлемі бойынша 200-250 сөзден тұруы қажет. Екінші тапсырмамыз – әлеуметтік желіге Қазақстандағы сандық технологияны насихаттайтын фото, бейне материал дайындау. Және үшінші тапсырмамыз – сөздік диктантқа дайындалу. Балалар, менің ойымша, сіздер сабақты жақсы меңгердіңіздер және белсенділік таныттыңыздар. Олай болса, назарларыңызға көп рахмет. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.